Сәлем достар, менің есімім Сандуғаш, мен фармацевтика саласында қызмет атқарамын. Мен сіздерге бүгін күйген жағдайда қалай көмектесуге болатыны туралы айтатын боламын. Яғни бұл ақпарат мен көбінде өзімнің өз каналымда айтқандай науқастарыма немесе туыстарыма емдеген дәрі-дәрмектер туралы салатын боламын өзімнің яғни каналымда. Бұл да менің өзімнің қызыма жүргізілген емнің шарасында нәтиже болғанда күйіктен қалай емдеген туралы ақпарат болады. Яғни сіздерде бұл каналға көбінде ем іздеген, яғни ауруына ем іздеген науқастар көп кіреді. Сондықтан да мұқият тыңдаңыздар. Мен өз қызыма жасалған емді сіздерге айтып отырмын. Яғни күйген жағдайда қалай аяғын емдеп жазып алдық. Бірінші кезекте күйіктің бірнеше дәрежесі болады. Ол яғни бірінші дәрежелі, екінші, үшінші дәрежелі. Бұл дәрежені сізге тек қана дәрігерлер ғана анықтайды. Бұл дәрігерге жүгінесіз күйген жағдайда. Бірінші кезекте. Ең бірінші кезекте науқастың яғни қандай денесінде күйген болса, соның киімін шешіп, оған марлыға немесе бинтке мұздай суды батырып, сол жерге күйген жерге мұздай суды ұстауымызға болады. Басқа ешқандай да алғашқы көмектің қажеті жоқ. Одан кейінгі ем шараны дәрігер атқару керек. Одан кейінгі дәрігердің атқарған емі, яғни бұл антисептикалық дәрмектермен, марлымен, стерилді бинтпен аяғын таңды. Яғни саусақтарына шейін ыстық суға күйген болатын, қайнаған ыстық суға таңу ем шарасын жүргізді. Одан кейінгі кезекте дене қызуын басу үшін ибупрофен немесе парацетамол таблеткасын беруге болады. Яғни ол бойындағы қызуды, яғни ыстығын түсіру үшін. Бұдан кейінгі ем-дом, яғни дәрігерлер ауру ұсынуды басатын таблеткалар немесе уколдар тағайындап жатады. Оларға келетін болсақ, кетанал, кетанов, кетарол деген таблеткалар тағайындалуы мүмкін. Одан кейінгі сіздің яғни инфекция қанға өтіп кетпеу үшін антибактериалды препараттар тағайындайды, антибиотиктер. Мысалы алып қарайтын болсақ, цефтриаксон, цефазолин деген сияқты тағы антибиотиктер тағайындалады. Бұлар бір аптаға 10 күнге сізді емханаларда жүргізетін ем шаралар немесе поликлиникаға қатынап отырып сізге жасалатын ем-дом. Бұл толығымен сізді емдемейді. Бұл күйікті емделу үшін, яғни ұзақ уақыт мерзімде емделеді. Бұл яғни клеткалар өледі, ол клеткалар қайтадан пайда болу үшін бізге міндетті түрде уақыт керек, яғни уақыт керек. 1 ай немесе 3 ай, 4 айға шейін созылып кететін жағдайлар болады. Яғни бұл науқастың жасына да, яғни жасушалардың қалпына келуіне байланысты болып келеді. Үлкен кісілерде ұзағынан созылса, яғни жасушалардың қалпына келуі, регенерация процесі ұзаққа созылатын болса, балаларда одан гөрі сәл ертерек қалпына келуі мүмкін. Алайда күйген жағдайда ол тыртық қалады. Тыртықты ол сіздер ары қарай косметологтың көмегіне жүгініп қана емделуге болады. Енді қызыма жасалған емге келетін болсақ, үйге шыққаннан кейін, яғни 10 күн емделіп, больницада жатып, ауруханадан емделіп үйге шыққаннан кейінгі ем-дом үйде жасалды. Оған біз қызымыздың аяғын мынандай қарап отырсаңыздар, осы алойы, яғни спрей алоймен тазаладық. Осыны спрейді шаша отырып тазаладық. Бұның құрамына келетін болсақ, құрамында глицерины бар, алой бар, календуласы бар, ромашкасы бар, эвкалипт бар, түрлі шөптердің қосындысынан жасалған. Яғни залалсыздандырады, тыныштандырады теріні, сондай қасиетке ие. Сонымен қатар алой терінің жақсарып, регенерация процесінің жақсы болуына көмектеседі. Бұл алойды көп жағдайларда косметология, парфюмерияда көп қолданады. Осы алой спрейі бізге өте бір жақсы көмектесті. Осы спрейді күнделікті қолдандық. Күнделікті қолданған кезде 1 ай біз күнделікті ашып, яғни жараны тазалап, осы спрейді сеуіп, мынандай майзды жағып отырдық. Осы гельді, осы алойдың гелін. Мұнамен тазалап аламыз, мұна гельді аяғына жағып отырдық. Басында алғашқы 2 аптада күнделікті істеп отырдық. Кейінгі 2 аптасында через, яғни 1 күннен кейін, 2 күннен кейін істеп отырып, примерно 2 айдың, жобамен 2 айдың көлемінде жақсы болды. Сонымен қатар осы алойдың пакетикті шайы да болады. Сол шайды біз демдеп қойып, аяғын сомен жуып тазалап та отырдық. Яғни жуып болғаннан кейін мынандай гельді жағып отырдық. Сонымен қатар қызыл майдың масласын бір больницадан, ауруханадан шыққаннан кейін 3 рет жақтық. Осы емнің арқасында аяғы
жақсарып, жақсы болып, бір 2 айдың ішінде жақсарып кетті. Енді тыртығы ол міндетті түрде қалады, ол косметологтың көмегімен тыртықты өздері шов жасап, тыртықты кетіруге болады. Сонымен қатар мен сіздерге тыртыққа қатысты өзінің арнайы майздары болады. Оларды мен сіздерге контратубикс деген майз болады, соны алып қолдансаңыздар болады. Одан кейін Раджир Васил деген арнайы өзінің майзы бар, сол майзды алып қолдансаңыздар болады. Бұл майзды қолданатын кездеріңіз, яғни түгел жараның бәрі түгел жоқ болып, тек тыртық пайда болғаннан кейін ғана барып қолданасыздар. Сонымен қатар косметологқа көрсетсеңіздер, косметологтар өздері теріні тігіп, жалғап, тері алып, басқа органдар, басқа дене мүшеден тері алып, соны жабыстырып, өзі жақсылап алады. Енді бұл алойдың құрамына келетін болсақ, алойдың мысалы, мынау гельдің құрамына келетін болсақ, гельдің құрамында витамин С бар, Е бар, витамин Е бар, витамин С бар, алойдың өзі бар. Сондықтан да бұл регенерация, яғни терінің бір-біріне жалғанып, басқадан, жаңадан, яғни жасуша пайда болып, клетка пайда болуына бірден бір көмектесіп, жазылуына өте бір жақсы көмектесті. Күйікті жылдам емдей алмайсыздар. Қандай жағдай болмасын, оған уақыт керек болады. Содан кейін күйгеннен кейінгі, біз қыс айларында болғаннан кейін 2 күннен кейін, 3 күннен кейін бір ашып қойып та жүргізу керек. Мүлдем таңып, марлымен немесе бинтпен байлап тастауға да болмайды. Өйткені ашып қойып, ауада кіру керек. Ауа кіріп, ауаның да өзінің емдейтін орны бар. Бірақ та сіздерге микробтың түсіп кетпеуін қадағалауларыңыз керек. Сонда ғана бір 2 айдың, немесе үлкен кісілерде көп жағдайда байқағаным, күйген жағдайда бір 2,5 ай, 3 айға дейін созылып кетеді. Өйткені жасушаның қайтадан пайда болып, оны қайтадан жазылып кету өте бір үлкен уақытты талап етеді. Осы екеуін мен сіздерге қолдануға кеңес беремін. Бұл спреймен, яғни жараны обработка жасауға өте жақсы көмектеседі. Құрамында шөптер бар, алойдың өзі бар, глицерин бар, өте жақсы көмектеседі. Мынау гелі. Сонымен қатар қосымша шайын да алсаңыздар болады. Ол шайды ішіп отырса да болады. Аяғын тазалап, сонымен жусаңыздар да болады. Бір күн шаймен жуып, екінші күн осы спреймен де қолдансаңыздар болады. Күйікті тіпті жақсы емдеп жазатын әдісті сіздерге айттым. Ақпаратты егерде осындай науқасқа ұшыраған жандарға көмектесу ретінде осы видеоны жіберсеңіздер болады. Өзім қызыма қолданғам жақсы көмектесетін ем шара болып келеді. Осы жақсы, өте жақсы, тамаша көмектесті. Сіздерге де көмектеседі деген ойдамын, бірақ та мұқият жақсылап, мұқият болып істесеңіздер жақсы көмектеседі.